Бүгін 19-шы сабақ Ад-Дарсу Тәси Ашыр. Усрату Бәкрин. Бәкірдің отбасысы. Усрату Бәкрин сағиратун. Бәкірдің отбасысы кішкентай. Яғни усрату отбасы семья. Бәкрин бәкір. Сағиратун кішкентай. Яғни мудафун илейхи қағидасы. Усрату Бәкрин. Бәкірдің отбасысы. Сағиратун кішкентай. تتكون من والد ووالدة وأخ وأخت. تتكون قرالады. Мен кімнен? Валидин әкесі, валидатин анасы, وأخ ағасы, бауыры, وأخت яғни қарындасы. يعمل الوالد مهندسا. يعمل жұмыс істейді. الوالد әкесі مهندسا инженер, яғни әкесі инженер болып жұмыс істейді. وَتَعْمَلُ الْوَالِدَةُ مُعَلِّمَةً. Анасы мұғалім болып жұмыс істейді. Ta'malu жұмыс істейді, ертегінде ta'malu. Ya'malu ертегінде. وَتَعْمَلُ الْوَالِدَةُ مُعَلِّمَةً. Анасы мұғалім болып жұмыс істейді. اسم الولد سعيد. Яғни баланың аты Саидун. Ва исмул бинти Зейнабу. Қыздың аты Зейнаб. Исмул валади Саидун. Ва исмул бинти Зейнабун. Ядрусу Бакрун фи джамиати Уммул Қура. Бакр Уммул Қура университетінде оқиды. Ядрусу оқиды. Бакр фи джамиат Уммул Қура оқудың аты, университеттің аты Уммул Қура. Джамиа университет. Ва хуа талибун фил мустава ал-аувал. Ол оқушы, яғни талиб, студент. Фил мустава ал-аувал, яғни бірінші курс деп айтсақ болады. Бірінші курстың студенті. Ва ятаалламу Саидун фи мадрасатил Малик Файсалин ал-ибтидаия. Саид яғни інісі, бауыры. ويتعلم оқиды. Саидун адамның аты фи мадрасати яғни мектепте әл-Малик Файсал яғни Файсал Маликтің атындағы медреседе оқиды. Әл-ибтидаия бастауыш мектебінде оқиды. وهو تلميذ في الصف الرابع. وهو ол تلميذ яғни оқушы في الصف الرابع яғни төртінші класста деп айтсақ болады. وتذهب زينب إلى روضة الأطفال. تذهب барады. زينب қарындасы Зейнаб إلى روضة الأطفال. روضة الأطفال дегеніміз ол балабақша. روضة الأطفال балабақша. في الصباح يذهب سعيد إلى المدرسة. في الصباح таңертең. في ішінде الصباح таңертең. في الصباح يذهب سعيد إلى المدرسة. سعيد таңертең оқуға мектепке барады. يتعلم القراءة والكتابة والحساب. يتعلم ол үйренеді. القراءة оқуды, الكتابة жазуды және الحساب. والحساب яғни есеп қисап. яғни ол оқу, жазу және есеп қисап математиканы үйренеді деген мағына. وكذلك الجغرافية والتاريخ والعلوم والدين الإسلامي. және وكذلك және де солай деген мағына. Ол нені үйренеді? Al-Jughrafiya география, والتاريخ тарих, والعلوم яғни ғылымдар, والدين الإسلامي және ислам дінін үйренеді. وفي المساء يحفظ القرآن الكريم في المسجد. кешке المساء кешке. وفي المساء кешке يحفظ القرآن الكريم яғни يحفظ жаттайды. القرآن الكريم Құран кәрімді жаттайды. في المسجد мешітте. Келесі көкпен жазылған талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Хадисун шариф яғни хадис білім алу әрбір мұсылманға парыз дейді. Талабул илм білім талап ету, фаридатун парыз, аля кулли муслимин әрбір мұсылманға. Әл-калиматул жадида жаңа сөздер.
Tatakawwanu құралады. Бинтун қыз. Валидун әкесі. Ал-улуму ғылымдар. Ахун ағасы, інісі, бауыры. Ухтун қарындасы. Я'малу жұмыс істейді. Мухандисун инженер. Уммул құра деген университеттің аты. Муаллиматун мұғалім, яғни әйел тегінде муаллиматун, ертегінде болса муаллимун болады. Мадрасатун медресе, мектеп. Әл-мәлику патша, Әл-иптидаия бастауыш. Тәдхабу барады. Хия тәдхабу, яғни әйел тегінде, ол әйел адам барады, яғни ер адам болса едхабу болады. Әл-китабату жазу. Раудату, яғни бақша. Әл-атфал балалар, яғни раудатул атфал бала бақша деген сөз. Әл-джоғрафия география. Әл-ислами исламдық. Әл-хисаб есеп. Муслим мұсылман. Әл-илм ғылым, білім. Яхфаду жаттайды. Фаридатун парыз. Талибун студент. Талаба талап қылды, яғни білім талап қылды, немесе жай талап қылу. Ас-саф, яғни класс дегенге келеді біздерше. Дәреже, класс. Кәдәлікі сондай-ақ және. Тилмидун оқушы. Әл-мустауа дәреже. Уәләдун бала. Осы сөздердің бәрін қайталап оқып жаттап аламыз. Келесі жаттығу ха әрпінің 3 харакатта келуі. Хада, хия, хуа. Ха, хи, ху. Оңай. Келесі ха әрпінің сөз басында, ортасында және соңында келуі. Хада, захрун. Ха әрпі ортасында сукунмен. Ваджхун соңында. Хадихи сөз басында және соңында. Ха, хи, ху сөз басында, ортасында, соңында келуін үйрендік. Келесі жаттығу ат-тадрибат. Ат-тадрибул аувал бірінші жаттығу. Қызылмен жазылған сөйлемнің сәйкес келетіні қайсысы дейді. Ол әлбетте оңай, біздер үшін оңай ол. Біздер барлығын оқып, аударып, практика жүргіземіз. Ядрусу бакрун фил джамиати. Бакр университетте оқиды. Тадаху Зейнабу илар раудати. Зейнаб балабақшаға барады. Ятаалламу Саидун фил мадраса. Саидун мектепте оқиды. Яхфаду бакрун ал-Qur'ан ал-Карим. Бакр Құран кәрімді жаттайды, немесе жаттап жатыр. Ятаалламу бакрун фил мадрасати. Бакр медреседе оқиды, яғни мектепте. Ядрусу бакрун фил джамиа. Бакр университетте оқиды. Ядрусу Саидун фил джамиа. Саид университетте оқиды. Я'малу ал-валиду фис сабах. Әкесі таңертең жұмыс жасайды. Я'малу жұмыс істейді, жасайды. Фис сабах таңертең. Исмул валади Саидун, яғни енді сол жақтағы бағана. Баланың аты Саид. Исмут талиби Бакрун. Талиптің аты, яғни студенттің аты Бакр. Исмул бинти Зейнабу. Қыздың аты Зейнаб. Исмул умми Хадиджатун. Анасының аты Хадиджа. Исмул ибни Мухаммадун. Баланың аты Мухаммад. Исмул джаддати Фатиматун. Әжесінің аты Фатима. Исмул валади Саидун. Баланың аты Саид. Исмул валиди Алиюн. Әкесінің аты Али. Түсінікті. Келесі ат-тадрибу ат-тани. Дад, та, за, айн, ғайн, фа, қаф. Сөздер берілінген. Ол мен келетін сөздерді өздерің айтып шығасындар. Келесі жаттығу ат-тадрибу ат-талис. Үшінші жаттығу зәй және син сөздердің айырмашылығы. Зейфун, сейфун. Зафирун, сафирун. Азмаа, асмаа. Мизмарун, мисмарун. Мазза, масса. Зала, сала. Зарирун, сарирун. Яғни зәй және синнің айырмашылығын түсіндіңіз да? Зала, мысалы звонки. Зала, сала. Мазза, масса. Түсінікті.
Келесі жаттығу тәдриб раби әжіп. Келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Миммән тәтәкәуәну усрату бәкрин. Миммән, яғни кімдерден деген сөз. Кімдерден, мин және мәннің қоспасы. Миммән, кімдерден, тәтәкәуәну құралады, усрату бәкрин. Бәкірдің отбасы кімдерден құралады? Жауап береміз. Тәтәкәуәну усрату бәкрин. Бәкірдің отбасы құралады кімдерден? Мин. Содан кейін әкесін, анасын, інісін және қарындасын айтамыз. Екінші, мәдә яъмалу әл-валиду бәкрин вәлидатуху. Мәдә, не істейді? Яъмалу істейді, не істейді? Мәдә яъмалу, не істейді? Вәлиду бәкрин, бәкірдің әкесі. Қандай жұмыс жасайды? Және вәлидатуху, және оның анасы. Вәлидатуху, ху деген ха дамир. Бәкірге айтады. Оның анасы, әкесі және анасы не істейді? Қандай жұмыс істейді деген. Үшінші сұрақ, соған жауап бересіңдер. Үшінші сұрақ, мәсму ұхти бәкрин. Бәкірдің қарындасының аты кім? Яғни жауап береміз. Исму ұхти бәкрин. Осындай деп. Айна ядрусу бәкрун. Бәкір қайда оқиды? Айна ятаалламу саидун. Саид қайда оқиды? Ядрусу және ятаалламу бір-біріне ұқсас сөздер. Айна яхфазу саидун әл-Құран әл-Карим. Саид Құран кәрімді қайда жаттайды? Мәдә ятаалламу саидун фил мадрасати. Саид медреседе не оқиды, не үйреніп жатыр? Яғни ятаалламу көбіне үйрену, ядрусу оқу. Яғни мәдә ятаалламу не үйреніп жатыр? Саидун фил мадраса. Мектепте не үйренеді? Осы сұрақтың барлығына, 6-7 сұраққа барлығына жауап береміз. Әтәдриб ал-хамис 5-ші жаттығу кәуин жүмәлін. Келесі сөздерден сөйлем қарастыруымыз керек. Мысалы, біріншісі бәкрун, яғни бәкрин, мұхандисан, вәлиду, яъмалу сөздері белгіленген. Солармен пайдалы сөйлем құрамыз. Мағыналы. Қалай? Яъмалу жұмыс істейді. Вәлиду әкесі. Кімнің әкесі? Бәкірдің. Яғни вәлиду бәкрин мұхандисан. Яъмалу вәлиду бәкрин мұхандисан. Бәкірдің әкесі инженер болып жұмыс істейді. Дұрыс. Екіншісі фи саидун әл-мадрасати ятаалламу әл-иптидаияти деген сөздерден сөйлем құрамыз. Қалай? Ятаалламу үйренеді. Кім? Саидун, яғни Саид үйренеді. Фи қай жерде? Әл-мадрасати әл-иптидаияти, яғни бастауыш мектепте. Үшінші, 4, 5, 6-шы мысалдарда өздерің осылай сөйлем құрастырасыңдар. Әт-тадриб ус-садис 6-шы жаттығу әкмел, яғни толықтыру керек. Бос орынның көп нүктенің орнына бос орынға сәйкес сөз қоямыз. Бәкрун ядрусу фи, яғни бәкір оқиды фи қайда? Сосын ал-аувал деген сөз келіп тұр. Ортасында қандай қоямыз? Ас-саф ал-аувал, яғни ас-саф ал-аувал. Бірінші класста, я? Екінші, ядхабу саидун илал мадрасати фи, яғни Саид барады, медресеге, мектепке барады. Фи дейді, қандай? Немесе қашан деп те айтуға болады. Мысалы, фис сабах, таңертең деп те айтуға болады. Немесе жаңа оқудың атында айтсақ болады. Үшінші, татакауанул усрату мин, яғни семья құралады. Неден? Мин, неден деген мағына келеді мұнда. Уәлидин, дұрыс, әкесінен. Уәлидатин, анасы. Уәахин, бауыра. Уәухтин, дұрыс. Саидун тилмидун фи. Саид, яғни інісі, Саид оқушы дейді. Қай жақта? Фи ас-саф ар-раби, яғни 4-ші класста. Түсінікті. 5, 6, 7, 8, 9-шы тапсырмаларда өздерің бос орынға сәйкес сөзді қоясыңдар. Келесі жаттығу әт-тадриб ус-саби 7-ші жаттығу фахмул мақру, яғни оқылған нәрсені түсіну қазір. Да аламатан амамал ижабати сахиха кал-мисал, яғни мынандай белгіні жақсан ішінде птичка деген болады, бізде сондай белгіні қой дейді дұрыс сөйлемнің алдына.
мысалы қараңыз, әл-мисалу мысал, ятаалламу саидун фи дейді. Саид оқиды қай жерде? Фи бірнеше вариант келінген. Жамиат уммул құра дейді. Екінші раудатул атфал дейді. Және әл-мадрасаты әл-иптидаия. Қайсы дұрыс? Әлбетте әл-мадрасатул иптидаия. Яғни соның тұсына не қойды? Мынандай белгі қойды. Птичка сияқты. Біріншісі яғмалу валиду бәкрин. Бәкірдің әкесі жұмыс жасайды. Кім бол? Муаллиман, мухандисан, харисан. Кім болып сөйт? Мухандисан, дұрыс. Мухандисан тұсына птичка қоямыз. Дәл солай екінші, үшінші, 4, 5 толық бәрін өзіміз дұрысын анықтаймыз. At-tadrib ath-thamin 8-ші жаттығу уктуб al-muannath, яғни муаннас ертегінде берілген сөздерді әйел тегіне аударамыз. Қалай аударамыз? Яғни ертегіндегі сөзге та-әл-марбута, жаңағыдай та, ха сияқты үстінде 2 нүктесі бар әріпті қоямыз. Мысалы, мухандисун әйел тегінде мухандисатун, яғни әйел инженер. Талибун, талибатун. Тилмидун, тилмидатун. Валидун, әке, валидатун. Сағирун, сағиратун. Муаллимун, муаллиматун. Муслимун, муслиматун. Мударрисун, мударрисатун. Суданиюн, яғни судандық. Суданиятун, яғни бұларға да тәл-марбуты қосылады. Мысриюн, мысырлық. Әйел тегінде мысриятун. Түсінікті. Осыны өзіміз көп нүктенің орнына өзіміз жазып аламыз. At-tadrib at-tasi' 9-ші жаттығу уктубул мусанна. Мусанна, яғни екілік, яғни біздерге сөздер берілген, сол жеке бір ғана сөздер, оны екілікке аударамыз. Мысалы, мухандисун, бір ғана инженер, мухандисани, екі инженер. Яғни бірлік, бір болып келген кезде, жеке келген кезде біздер оған әлиф және нун қосамыз. Әлиф сукун және нун кәсірімен. Мухандисани. Мысалы, талибун, талибани. Тилмидун, тилмидани. Валидун, валидани. Сағирун, сағирани. Муаллимун, муаллимани. Харисун, харисани. Тайярун, тайярани. Муслимун, муслимани. Мударрисун, мударрисани. Масжидун, масжидани. Бейтун, бейтани. Дұрыс. Яғни, әлиф және нунды қосып, оны жекеде тұрған сөзді екілікке айналдырамыз. Келесі жаттығу at-tadrib al-ashir 10-ші жаттығу уктубул жама, яғни енді жамасын жазамыз. Жам мудаккар сәлім деп айтады, яғни ертегіндегі көп және ол тірі адамдардан болу керек, көпшілікке айналдырамыз. Мысалы, бір мұғалім муаллимун, көп мұғалімдер муаллимуна. Ол үшін біздер қалай не жасаймыз? Вау және нунды қосамыз. Вау сукунмен және нун фатхамен. Муаллимуна. Мухандисун, мухандисуна. Джаззарун, джаззаруна. Мудифун, мудифуна. Муслимун, муслимуна. Мударрисун, мударрисуна. Тайярун, тайяруна. Хаммалун, хаммалуна. Түсінікті. Яғни әйел тегіне қалай аударатын түсіндік, екілікке және ер тегіндегі көпшілікке қалай аударамыз. Келесі жаттығу at-tadrib al-hadi ashar 11-ші жаттығу. Истағдим ма яли фи джумлатин кәл-мисал. Мисалын фил джамиати. Ядрусу бакрун фил джамиати. Мысалы, біздерге фил джамиа деген сөз берілді. Сол тіркесті сол тіркеспен сөйлем құраймыз. Мысалы, ядрусу бакрун фил джамиа. Фил джамиа деген сөз берілді. Біз оны ядрусу бакрун деп қосымша жаңағыдай сөздер келіп, ядрусу бакрун фил джамиати деп толық сөйлем құраймыз. Мысалы, фис сабахи таңертең. Мысалы, қалай сөйлем құрастырамыз? Ядрусу бакрун фис сабахи. Немесе ядрусу саидун фис сабахи. Немесе ядхабу валидуху илал амали фис сабахи. Яғни солай сөйлем құраймыз. Фил масжиди, фил мадрасати, фи раудатил атфал, балабақша, фил масаи, кешке, фи хужратил қираа, оқу залында, фил зухр, яғни зухр уақытында тал түсте, фи соффи, яғни класста,
Fil kitabi, kitapta, kitapның ішінде. Fil mustawa, яғни дәрежеде деген мағыналарда осы тіркестерді қолданып пайдалы сөйлем құрастырамыз. Келесі жаттығу at-tadrib ath-thani ashar 12-ші жаттығу da' kulli ismin mimma yali fi jumlatin. Яғни келесі сөздерді пайдалы сөйлем құрастырамыз. Яғни бәкрун, бізге талибун деген сөз берілді. Біз толық сөйлем қалай құрастырамыз? Бәкрун талибун фи джамиати уммул қура. Бәкір оқушы дейді. Уммул қура университетінде оқушы, яғни студент. Тилмидун табибун мухандисун бейтун сағиратун әл-қираата әл-мадрасату әл-мәсжид әл-мударрис деген сөздермен сөйлем құрастырамыз. Осымен тоқтайық.